Бірінші бөлім. Алматы, барахолка базары. Адамдар ол жерде өте көп. Бірі саудагер болса, бірі қарапайым халық, енді бірі біз сияқты қайыр тілейтіндер. Әрбіреуіміздің арнайы орнымыз бар. Күнделікті бір жерде ғана жүреміз. Біздің де өз шекарамыз бар дегендей. Мен базардың қайыршысы болсам, басқасы мешіттің жанында қайыр тілеп жүреді. Үсті басым кірленген, түрім әбіржіп кеткенмен, өткен кеткеннен жалынышты көзіммен олардың аяушылығын тудырып қайыр сұраудамын. Кейбірі ұсақ тиын берсе, енді бірі ол тиынды да бермей кетеді. Сол бір тиын үшін әбден соққы жейтін бізді олар қайдан білсін. Күнге күйген денемізден соққының ізі көрінбейді, әрі ұзын шұбырған ескі-құсқы киеміз. Қайдан білсін, бізді таяқ астына алатын. Мені елдің бәрі аты өшкір Сиган деп біледі. Олай атаулары да дұрыс-ақ. Бала кезден көше кезгенмен күнге әбден қақталып дұрыс тамақта жемейтін менің Сиганнан еш айырмашылығым жоқ. Мен дүниеге келгенде басқа сәбилер секілді перзентханада емес, қоқыстардың арасында туылған екенмін. Маскүнем анам мені асырамақ түгіл сол қоқысқа тастап кетер ме еді. Бірақ Алла маған өмір сыйлап, Сиган әйелдері болмыш анамды байқап, бір шөлмекке айырбастаған. Менің көп тиын құным болмағаны осыдан белгілі. Шыны керек, қазақша сөйлегенге мен өзімді қазақпын деп ойлап жүрсем, ал мені анам кімнен көтергені белгісіз. Өмірге келе сала өз анамнан жырақтаған мені Сиган анамның жүрегінде мейірімі бар екен. Негізі Сиган халқы жаңа туған балаларын еш уақытта көшеге алып шықпайды. Көшеде қолдарына ұстап қайыр сұрап жүретін кішкентай бейкүнә сәбилер өзгенің мен сияқты тастанды немесе ұрланған баласы. Сиган халқы сырт көзге сондай мүсәпір жан болып көрінгенімен өте жауыз, мейірімсіз, ең лас халық дер едім. Алла да бұл халықты жек көретінін білемін. Бұл Сигандар қай аумақта өмір сүреді, сол елдің тілін, дінін жатқа біледі. Арнайы бастықсымағымыз қай елде тұрамыз, сол елдің тілі мен дінін арнайы оқытады. Жалғасы бар.